Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге жеңіл жаздық салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: 2 қызанақ, 2 қияр, сыр, кириешки, хрусти, тәтті жүгері және майонез керек болады. Ең алдымен қиярымызды майда кубик етіп турап, оны тарелкаларға саламыз. Одан кейін помидорымызды турап, тағы да кубик етіп, оларды да тарелканың бетіне саламыз. Помидордың бетіне айналдырып отырып, майонезді жағамыз. Майонездің кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады, айырмашылығы жоқ. Енді осы майонезіміздің үстіне тәтті жүгеріні саламыз. Жүгерінің де кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады. Негізінде ең дәмдісі бондюэль. Өзім осы түрін пайдаланамын. Бірақ кириешкидің тек хрустим түрін пайдаланамын. Себебі ол қатты емес, сондай. Бұл салаттың негізгі ең фишкасы осы кириешки. Сондықтан бұны дайын болғаннан кейін көп ұзатпай жеп қою керек. Біраз уақыт тұрып қалса, ол кириешки жұмсарып кетеді де, дәмі басқаша болып өзгеріп кетеді. Сондықтан бірденен жеп қоюға кеңес беремін. Енді кириешкиміздің үстіне үккіштен өткен сырларымызды саламыз. Болды, бар болғаны осы ғана қыздар. Тек қияр мен қызанақты турасаңыздар болғаны, қалғандары дайын заттар. Міне салатымыз дайын, үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Меруерт. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.